Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Алғашқы рет Рамазан айы туралы қашан естідіңіз? Әжемнен естідім. 10 жыл бұрын үйдегілердің бәрі ораза ұстайтын. Әжем Рамазан айы туралы, ораза туралы бәрін түсіндіріп айтып берген. Сен үшін ең қиын сынақ қандай? Тамақ ішпеу шығар. Өзімнің күш қуатым аз болғандықтан шығар. Бірақ оразаны не үшін ұстап жүргенімді, қандай жақсылық алып келетінін түсінген кезде маған барлығы оңай. Сенің ең басты қорқынышың? Иманымды жоғалту, дұрыс жолдан тайып кету. Әттеген-ай, неге осылай істемедім деген жағдайлар болды ма? Атам тірі кезінде оны Меккеге апармағаным. Ақшаға нені сатып алуға болмайды? Жақын адамдарыңмен бірге болу бақытын және жан тыныштығын. Рамазан айында қалған ең жақсы естелігің? Жалпы мен үшін Рамазан айы өте мейірімді ай. Сондықтан мен үшін ең үздік естелік осы бір ай. Не нәрсеге уақытың жетпейді? Ұйқыға жетпейді. Қалғанның бәріне жетеді. Қандай нәрсе көңіл күйіңді түсіреді? Адамдардағы арамдық пен менмендік. Алға қадам басуға не көмектеседі? Менің жанұям. Рамазан айынан не күтесің? Жан жақты дамып, үздік болғым келеді. Алғашқы рет ораза ұстағалы жатқан адамдарға қандай кеңес бересің? Рамазан айы деген үлкен жолдың мәнін түсіну және шыдамдылық.